Сәлем, үшінші сынып оқушылары. Біз сабағымызды бастаймыз. Үшінші модульдің 42, 43, 44, 45 беттеріндегі барлық тапсырмаларды бірге орындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаймыз, балалар. Олай болса, 42 бетті ашамыз. Бұл жерде My favorite day деген тақырып берілген, яғни менің сүйікті күнім. Exercise 21, 21 жаттығу. Listen and read, then answer. Бірінші мәтінді тыңдаймыз, оқимыз және сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Олай болса, бірге оқимыз және аударамыз. Ал олай болса, кеттік бастаймыз. Мен оқып берем, балдар. My favorite day is Sunday. I get up at 10 o'clock in the morning and I have a big breakfast. Then I go to the park with Nanny and Liam. I ride my bike and Liam plays football with his friends. At 1 o'clock we all have lunch together. In the afternoon I watch TV with Charlie or listen to music. I love Sundays by Lily. Яғни бұл Лилидің хаты. Менің сүйікті күнім жексенбі. Мен сағат 10-да, азанда 10-да тұрамын. Тамағымды, таңғы асымды ішемін. Сосын мен Неннимен бірге саябаққа барамын. Ненни және Лиаммен бірге саябаққа барамын. Кейін мен велосипед тебемін. Лиаммен футбол ойнаймын. Сағат 1-де біз барлығымыз түскі ас ішеміз. Түскі уақытта мен Чарлимен бірге теледидар көремін немесе музыка тыңдаймын. Мен жексенбі күн жақсы көремін. Сәлеммен Лили. Енді қасындағы 4 сұраққа жауап береміз. So, first question, бірінші сұрақ. What time does Lily get up on Sunday? Лили жексенбі күні сағат нешеде тұрады? She gets up at 10 o'clock on Sunday. Ол жексенбі күні сағат 10-да тұрады, я? Екінші сұрақ. Does Lily swim in the park? Саябақта Лили жүзеді ме, яғни суға түседі ме? Жоқ, олай емес, я? No, she doesn't. Үшінші сұрақ. What time does Lily have lunch on Sunday? Жексенбі күні Лили қай уақытта түскі асын ішеді? She have lunch at 1 o'clock on Sunday. Ол түскі асын сағат 1-де ішеді. Келесі, what does Lily do on Sunday afternoon? Ол кешкі уақытта не істейді? Төртінші сұраққа жауап. She watches TV or listen to music. Ол теледидар көреді немесе музыка тыңдайды. Міне осылай сұрақтарға жауап жазамыз. Келесі тапсырма Exercise 22, Read and choose. Балдар, келесі 22 жаттығу берілген. Бұл жерде сұрақ астында тест ретінде екі вариант берілген, нұсқа берілген. Біз дұрысын таңдау керекпіз. Оқимыз және таңдаймыз. Бірінші сұрақ. What time is it? Сағат неше болды? It's 5 o'clock. B, at 5. Яғни бұл жерде дұрысын таңдау керекпіз. Бұл жерде дұрысы it's 5 o'clock. At 5 деп айтпаймыз. It's 5 o'clock. Сағат 5 болды деп айтамыз. Екінші. What do you do on Sundays? Жексенбі күні не істейсің? А варианты I play football. Б варианты let's play football. Бұл жерде дұрысы I play football, яғни А варианты дұрыс. Солай жауап береміз. Үшінші, do you want pasta for lunch? Обед түскі асқа паста жегің келеді ме? А варианты yes please. Б варианты yes I am. Бұл жерде дұрыс А варианты я жегім келеді. Yes please деп жауап береді жалпы. Төрті, what time do you get up? Сағат нешеде тұрасың? А варианты at night. Б варианты at 8. At night деген жалпы түнде деген сөз, сондықтан ол дұрыс емес. Сағат 8-де at 8. Б варианты дұрыс екен. Осылай белгілеп шығамыз. Қасында talk with your friends, then write about your favorite day. Досыңмен сөйлес және өзіңнің сүйікті күнің туралы жаз деп қысқаша берілген. Мысал, мен оны жазып кеттім. Қараймыз. Мысалға, my favorite day is Saturday. Менің сүйікті күнім сенбі. I get up 9 o'clock in the morning and I go to the shop with my mom. Мен сағат 9-да тұрамын. Таңғы және
дүкенге анаммен бірге барамын. Міне қысқаша осылай жазып кеттім. Өзгертіп те жазуға болады балалар. Орындап болсақ, балалар, келесі бетті ашамыз. Келесі бізде 43-ші бет. Let's sing, өлең айту, я? Жеті апта күні берілген, соны біз өлең қылып айту керекпіз. Мен жалпы оқылуын оқып берем балалар. Сыныпта мұғаліммен бірге тыңдап өлең айтуға болады. Мен оқып берем. 7 days, there are 7 days. 7 days, 7 days a week. Sunday, Monday, 7 days. Tuesday, Wednesday, 7 days. Thursday, Friday, 7 days. Saturday, 7 days. 7 days, there are 7 days. Then 7 days a week. Міне осылай өлеңді жаттап алсақ та, оқып алсақ та болады балалар. 7 апта күніне арналған өлең. Енді астындағы тапсырмаға қараймыз. Exercise 24 in pairs answer the questions. 24-ші тапсырмада қасындағы құрбыңмен, досыңмен болсын, я, жұбыңмен сұрақтарға жауап бер деп жазған. Және 8 сұрақ берген. Мен сұрақтарға қысқаша жауап бердім балалар. Бірақ өздерін өзгертіп те жазуға болады. Өйткені күндерді ауыстырып жазуға болады, мысалға. Бірінші сұрақта what day is it today? Бүгін қай күн? Мен it's Friday дедім. Бүгін жұма дедім. Бүгін жұмада жазғандықтан мен жұма дедім. Екінші what day is it tomorrow? Ал ертең қай күн? Екінші сұраққа it is Saturday. Ертең қай күн? Сенбі күні. Үшінші on which days have you got your English lessons? Қай күндері ағылшын сабақтары болады? Мен on Monday and Wednesday деп жаздым. Дүйсенбі және сәрсенбі деп жаздым. Өзгертіп жазуға болады балдар. Төртінші on which days haven't you got school? Қай күндері мектепке бармаймыз? On Saturday and Sunday. Сенбі және жексенбі күндері, я? Бесінші сұрақ. What's your favorite day? Сенің сүйікті күнің қай күн? My favorite day is Tuesday деп жаздым. Келесі. Алтыншы сұрақ. What day is difficult to spell? Қай күн айтылуға қиын, я? Яғни қиын. Мен Thursday деп жаздым. Келесі. Жетінші. Яғни бейсенбі күні. Жетінші. What day is your birthday this year? Осы жылы қай айда сенің туған күнің болады? Мен өзімдікін жаздым. Қай аптада? Кешіресіздер. Қай күні? Мен өзімдікін жаздым. On Wednesday. Менің туған күнім сәрсенбі күніне түседі екен. Сегізінші. What day is Наурыз this year? Осы жылы Наурыз қай күнге түседі? On Friday. Жұма күні деп жаздым балалар. Күндерін ғана өзгертіп осылай жазып шықсаңдар болады. Жалғастырамыз. Енді 44-ші бетті ашамыз. Бұл жерде time for qill, мәзіз, яғни математика сабағымен қиылысқан сабақ бүгін, яғни сандар өтеміз. Exercise 25, 25-ші тапсырма. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз, белгілейміз және қайталаймыз. 10 бастаймыз, кеттік, 10-нан бастаймыз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Қайталаймын. 10, 1, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Балдар жаттап аламыз. Енді астындағы тапсырмада Exercise 26, 26-ші тапсырмада Thinking Up, ойлану тапсырмасы, я? Write the numbers, then in pairs decide if the sentences are true or false. Бірінші сандарды берілген жақшаның ішінде біз оны ашып сөз ретінде, сөйлем ретінде жазамыз жазылуын, және бұл сандар дұрыс па, яғни сөйлем дұрыс па, жалпы бұрыс па, соны табу керекпіз. Бірінші тапсырманы оқимын. Мен қазір бірінші тапсырмада былай айтылған. There are 7 weeks in every month. Әр айда 7 апта бар дейді балалар. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс емес, я, бұрыс. Яғни әр айда 7 апта емес, 4 апта болады балалар. Сондықтан бұл false, дұрыс емес. Келесі екіншісін оқим. 90 seconds is the same as 2 hours. 90 деп жазамыз, жалпы 90 деп
2 сағатта 90 минут бар дейді балалар. Ол бізде дұрыс па, бұрыс па? Қалай ойлайсыңдар? Ол дұрыс емес. 2 сағатта, яғни 1 сағатта 60 минут болса, 60-60-ты қоссақ 2 сағатта 120 минут болады, балалар. Сондықтан бұл дұрыс емес. Келесі. Үшінші сөйлем. There are 52 weeks in a year. Яғни бір жылда 52 апта бар дейді балалар. Бұл дұрыс па? Бұл дұрыс. Бір жылда 52 апта болады, балалар. Төртінші. There are 24 hours in a day. Бір күнде 24 сағат бар дейді. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. True деп жазамыз. Бесінші. There are 10 days in a week. Бір аптада 10 күн бар дейді. Дұрыс па, балалар? Жоқ. Бір аптада 7 күн болады. Алтыншы. Most of the months have 31 days. Көп айларда 31 күн бар дейді. Дұрыс па, бұрыс па? Жоқ, көп айларда емес, балалар, я? Бір айда болса, бір айда болмайды. Сондықтан бұл сөйлем дұрыс емес, false деп жазып қоямыз. Орындап болсақ, балалар, келесі 45-ші бетте ашамыз. Бұл жерде де логикалық сұрақтар қойған, біз соған жауап беруіміз керекпіз. Read exercise 27, read and answer. 27-ші тапсырма, оқы және жауап бер. At the right time. Мысалға, есте болсын дейді, 1 hour. Бір сағатта қанша минут бар? 60 minutes, 60 минут бар. 1 minute, 60 seconds. Ал 1 минутта 60 секунд бар. Міне осыған қарап, біз тапсырманы орындаймыз. Бірінші суретке қараймыз. 1. Берік plays the guitar for 2 hours every day. How many hours does he play in a week? Берік дейді, балалар, қараңдар. Күнде 2 сағаттан гитара тартады. Ал енді ол аптасына неше сағат гитара тартады? Кән математикамызды еске түсіріп балдар ойланайықшы. Қалай ойлайсыңдар? Күнде 2 сағаттан тартса, бір аптада қанша сағат тартады? Дұрыс, 14 hours. 2-ні 7-ге көбейтсек, 7 күн бар ғой, 14 сағат болады. Сондықтан 14 hours деп жазамыз. Келесі 2-ге қараймыз. Қанат rides his bike for 1 hour every day. How many minutes does he ride his bike? Қанат 1 сағаттан күнде велик тебеді, және ол великті қанша минут тебеді дейді. Яғни 1 сағат тебетін болса, 1 сағатта қанша минут бар? 60 minutes, 60 минут бар. Сондықтан 60 minutes деп жазып қоямыз. Келесі, балалар, қараймыз 3-ке. Sanjar has a shower for 5 minutes every morning. How many minutes does he have a shower in a week? Sanjar күнде 5 минуттан таңда шомылады, душқа түседі. Енді ол аптасына қанша минут душқа түседі екен? Ойланайықшы. 35 minutes, яғни 5-ті 7 күнге көбейтсе, 35 минут шығады, балалар. Дұрыс. 4-шіге қараймыз. Damir goes fishing with his dad on Sundays. Today he fishing for 90 minutes. How many hours is he fishing? Дамир әкесімен бірге жексенбі күні балық аулайды. Және бүгін ол 90 минут балық аулады. Енді ол қанша сағат сонда балық аулаған болып есептеледі, балалар? Яғни 1 сағатта 60 минут бар. 90 минут болса, онда ол 1,5 сағат балық аулаған болып есептеледі. Біз қалай жазамыз? 1.5 hours деп жазамыз. Және соңғысы, балалар, соңғы 5-ке қараймыз. Dana loves singing. Her favorite song lasts 100 seconds. How many minutes does your favorite song last? Дана өлең айтқанды қатты жақсы көреді, және оның ол 100 секунд бойы өлең айтты, және ол қанша минут өлең айтты деп айтылған, яғни 60 секунд ол бізде 1 минут, сондықтан ол біз жауабында 1 minute and 40 seconds, 1 минут және 40 секунд өлең айтқан болып есептеледі, балар. Міне осылай тапсырманы жазып аламыз.
Жарайсыңдар балалар, бірге барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Сұрақтар болатын болса, астына комментарийға жазып кетіңдер, каналға тіркеліп алыңдар, және келесіде тағы да сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Сау болыңдар.